Көшбасшылар қатарынан көрінуден көрі, қарыздан көз ашпай, көңілге медет болар көрсеткіш көрсете алмай жүрген Қайсардың да мәселесі сауал болып қойылды. Енді Қызылордада жаңа стадион салынып жатқанын білеміз. Дегенмен енді соңғы 4 жылдан бері Қайсар клубындағы үлкен проблема бар. 400 миллион қарыз жыл сайын бөлініп төленіп, соңғы жылдары футболшылардың жалақысы уақытында төленбейді. Бақ беттерінде шықты, 3 айдан бері жалақы алынбаған деген. Осы мәселе қалай болып жатыр? Жақсы. Рахмет сұрағыңызға. Бұл бұрыннан келе жатқан қарыздар негізінен. Біз осы Қайсар командасын қолдауға тиісті қаражат бөліп келе жатырмыз. Қазіргі таңда 1 миллиард 300 миллион теңгеге жуық қаражат қаралған. Өткен жылда, биылғы жылда біз енді бүкіл қаражатты осы Қайсар командасын қолдауға бөле алмаймыз. Бізде де басқа халыққа ең қажетті деген жобаларымыз бар, өзекті мәселелеріміз бар. Жаңа айттық, көгілдір отынмен өңіріміз 78% қамтылған, ауыз сумен 98,5%. Бірінші біз соны жеткізуіміз керек. Біз жаңағы сырттан келген ойыншыларға босқа төлемей, шынында да маған да сол қазір біздің Қайсар футбол клубының басшысы келеді, бюджетін көтерейікші, сонда біз бұдан да жақсы нәтиже көрсетеміз, бірінші орында боламыз, екінші орында боламыз. Мен ол кісіге айттым, мен 5 миллиард теңге бюджеттен ақша бөліп, бірінші орын болмай қойдым.